Ассаламу алейкум, сіздермен бүгін шоколадный пирог жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаға қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұны торттың қоржына да қолданса болады, пирог ретінде де қолданса болады. Басқа да оңай әрі жеңіл пісіретін пирогтардың рецепті қажет болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда сізге менің видеоларым көрінетін болады. Жақсылап миксерлеп болған соң 4 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Оған айранымызды қосып, бірінші сұйық масаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында құрғақ масамызды қосамыз. Біздің сұйық масаларымызды араластырып болған соң, құрғақ масаларымызды қосамыз. Ұнымызды, какаоымызды және сода мен разрыхителді қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болған массамызды кез келген формаға саламыз. Тіпті кольцовый формаға салып, торттың қоржы ретінде де қолданса болады. Үлпілдек өте жақсы болып көтеріледі. «180 градустық пеште қызып тұрған бір 15-20 минутта тез піседі. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Пісіп-піспеген шпажкамен тексеруге болады. Шпажканы тығып көреміз. Құрғақ болып шықса, яғни пісті деген сөз. Осының бетіне вареный сгущенка жағып жейтін болса, вообще дәмі керемет болады. Мінекей ас болсын.